1259 жыл Моңғол империясы шарықтау шегінде. Ұлы хан Мөңке Сун әулетіне қарсы оңтүстікте жорық жүргізіп жатқан. Бірақ ол жорық кезінде қайтыс болады. Бұл империя үшін зор қайғы, зор қасірет болды. Мөңкенің артында империяны басқара алатын үш ықпалды тұлға қалды. Біріншісі Арық Бұқа. Ол Қарақорымда, орталық биліктің бақылауында, таза моңғол дәстүрінің өкілі. Екіншісі Құбылай. Ол Қытайда, буддизмге жақын, Қытай мәдениетін бойына сіңірген тұлға. Үшіншісі Ғұлагу. Таяу шығыста, Нестарян өкілдеріне жақын. Дәл осы сәтте кім ұлы хан болады деген сұрақ империяның бірлігін не сақтап қалады, не жойып жібереді. Мөңке өлген соң Қарақорымда отырған Арық Бұқа 1260 жылдың көктемінде құрылтай шақырып өзін ұлы хан деп жариялайды. Бұл шешімнің бірнеше себептері бар. Ол орталық билікке жақын еді. Моңғол ақсүйектерінің көпшілігі Арық Бұқаны қолдайтын еді. Буддизмге бой ұрған Құбылайды олар шетелшіл, жұмсақ билеуші деп санады. Арық Бұқаның билігі дәстүрге негізделген еді. Бірақ бұл тек формальды жеңіс болатын. Себебі бұл кезде Құбылай да қарап жатпады. Құбылай бұл жаңалықты ести сала Сун әулетімен соғысты тоқтатпай, өзін де ұлы хан деп жариялайды. Ол өзінің Қытайдағы билігі мен халықтың қолдауына сенді. Көп ұзамай ол солтүстікке әскер жіберіп, бауырына қарсы соғыс ашты. Осылайша 1260 жылы тарихтағы төлелер арасындағы азамат соғысы басталды. Бұл екі туған бауырдың арасындағы қанды майдан еді. Соғыстың алғашқы жылдары өте тұрақсыз болды. Құбылай оңтүстіктегі Сун билігінен бас тартып, әскерін солтүстікке шоғырландырды. Бұл шешім оның империялық көзқарасын айқындады. Ол бүкіл Моңғол империясын басқарып барып қана Қытайды жаулап алғысы келді. Ал Арық Бұқа бұл сәтті пайдаланып батыс Сяға шабуыл жасайды. Бірақ оның шабуылы сәтсіз аяқталды. Ся күштері оны кері шегіндірді. 1262 жылы Құбылай өз әскерін жинап Қарақорымға бет алады. Қалада толыққанды қорғаныс болмағандықтан Құбылай қалаға оңай басып кіріп, Қарақорымды отқа орайды. Бұл тек әскери жеңіс емес, символикалық триумф болды. Бұл Шыңғыс ханның астанасы еді. Оны жою арқылы Құбылай дәстүрлі элитаның үстінен билік орнатты. Соғыс барысында екі тарапта Шағатай ұлысының ішкі саяси күресін өз пайдасына шешуге тырысты. Құбылай өз кандидатын хан етіп тағайындамақ болды, бірақ ол Арық Бұқа тарапынан өлтірілді. Арық Бұқа Алғу есімді ханды таққа отырғызды. Бірақ жағдай қиындаған кезде Алғу Арық Бұқадан бас тартып, оның елшісін өлтірді. Осы сәт Шағатай ұлысын тәуелсіз ойыншыға айналдырды. Бұл Моңғол империясының бытырауының бастапқы көрінісі болатын. Арық Бұқа Алғумен де соғысып көрді. Ол жеңіске жетті, бірақ адам күші мен азық түліктен айырылды. Бұл жеңіс емес, тағдырлы құлдырау еді. Көп ұзамай оның одақтастары одан теріс айналды. Ал өзінің ұлы хандық мөрді ұрлап Құбылайға тапсырды. Бұл оның легитимді билігін жоққа шығарды. 1264 жылы жалғыз қалған Арық Бұқа Шандуға келіп, Құбылайға өз еркімен беріледі. Осылайша Құбылай бүкіл Моңғолияда ұлы хан ретінде мойындалады. Құбылай жеңді, бірақ бұл жеңіс тек биліктің емес, империяның болмысының өзгеруі еді. Ол Қытайға қарай бет бұрып, буддизм мен бюрократияға арқа сүйеді. Енді Моңғол империясы далада емес, сарайларда басқарылатын болды. Бірақ дәл осы кезеңде империя географиялық та, мәдени де бөлініске түсті. Арық Бұқаны жеңіп, Құбылай өзі билікте қалды. Бірақ империяның тұтастығы енді оралмас көне заманның елесі ғана. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.